Ассалаумағалейкум көрермен. Келесі біздің тақырыбымыз ол жол жүру ережесінің 15-ші тарауына сай темір жол өтпесінен қалай өту туралы болмақ. Сол сұрақтарға байланысты жауап береміз. Алғашқы сұрағымыз: мынандай жағдайда сіз не істейсіз дейді. Яғни алдымызда біз рұқсат етіп тұрған светофорды көріп тұрмыз, алайда шлагбаум жауып тұр, сондықтан біз шлагбаум ашыққанша қозғалысымызды бастамаймыз, сондықтан біз не деп жауап береміз мына жерде? После открытия шлагбаума дейді. Бірінші жауапты қоямыз. Мынандай сұрақ: егер пойыз жүріп жатса, ешқандай белгі жоқ, стоп деген қай жерге келіп тоқтайсыз дейді. Біз деген мына рельске 10 метр жетпей тоқтаймыз деп жауап береді екенбіз. Егер кезекші қолын екі жаққа созып, екі қолында мынандай жалаушылар болса, ол не деген сөз? Яғни өтуге болмайды деген сөз. Яғни біз жауап береміз болмайды деп. Келесі сұрақ: егер темір жолдың ар жағында кептеліс болып қалса, онда мына рельске шығуға болмайды. Осы қайсы көрсетілгеннің жауабы дұрыс дейді. Егер мынандай белгі тұрса, стоп деген қай жерге сіз тоқтайсыз дейді. Қай жерге тоқтайсыз? Бірінші мына белгіге тоқтайсыз дейді. Екінші знакқа тоқтайсыз дейді. Үшіншісі 10 метр жетпей тоқтайсыз дейді. Төртіншісі кез келген жерге тоқтай беруге болады дейді. Егер бұл жерде стоп деген сызық жоқ болса, онда алғашқы мына стоп деген белгінің жанына тоқтауымыз керек. Яғни жауап 1. Егер ақ жаны өшіп тұрған бағдаршамды көрсек, жүруге бола ма дейді. Жүруге болады, яғни мына жол ашық деген сөз. Мынандай жағдайда сіздің шешіміңіз қандай дейді. Шлагбаум ашық тұр, бірақ қызыл бағдаршам жаны өшіп тұр. Ондай кезде әрине біз неге жетпей тоқтаймыз. Не дейді бұл жерде? Тура темір жолдың алдына кеп тоқтаймыз, себебі қызыл жанып тұр дейді. Мынандай жағдайда сіз не істейсіз дейді. Яғни бұл пойыз өтіп кетіп бара жатыр, астындағы мына стоптың астында белгі нені көрсетіп тұр? Бұл бір емес, бірнеше жолы бар темір жол. Яғни мына пойыз өтіп кетті екен деп бірден қозғалып кетуге болмайды екен. Себебі бұл пойыздың ар жағында тағы бір рельс бар, ол жақтан қарама-қарсы пойыз келуі мүмкін. Сондықтан біз тоқтап, стоп деген знакқа ары қарай көзіміз жеткізіп барып жүруіміз керек. Мынау үшінші жауабы: тоқтап, содан көзім жеткізіп барып жүреміз дейміз.